Баршаңызға қайырлы күн, құрметті 9-шы сынып оқушылары, арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта 9-шы сыныпқа арналған 90 бойынша жиынтық бақылау тапсырмалары, яғни ТЖБ тапсырмаларын орындайтын боламыз. Міндетті түрде арнама тіркеліп, колокольчик батырмасын баса кетіңіздер. So let's start. Бірінші тапсырма бізде listening бөлімінен басталады. Listen to the dialogue. What advantages of global warming does George mention? Choose 3 answers from A to E. Бұл жерде сіздер яғни диалог тыңдайсыздар, сол диалог бойынша global warmingтің артықшылықтары туралы айтылған. Соның негізгі 3 артықшылығын төменде беріліп тұрған варианттардың арасынан таңдап аласыздар. Бірінші артықшылығы бізде A вариантында берілген. People can swim throughout the whole year. Екінші артықшылығы B вариантында берілген. Some cities away from the beach will become summer resorts. Үшінші артықшылығы E вариантында. People save money on purchasing heavy items of clothing. Осымен бізде listening тапсырманың алғашқы 3 тапсырмасы аяқталды. Және қалған 3 тапсырма бізде ол listen again and choose the correct answer. Дұрыс жауапты белгілеу болып табылады. According to the scientists, global warming will lead to flooding. Яғни 4-ші тапсырма. 5-ші сұрақ. Richard tells George that he will be able to swim in his back garden because that a lot of cities will also flood along with the one they both live in. 6-ші сұрақ. George says petrol would be affordable because B вариантында there would be no hinders in the Arctic. Осымен бізде listening тапсырмасына аяқталады. Алғашқы 3-еуінде сіздер артықшылықтарын жазасыздар және қалған 3-еуінде дұрыс жауапты таңдайсыздар. Жалпы балл 6 баллдық тапсырма. Келесі тапсырма бізде reading бөлімі. Reading бөлімінде әрине сіздерге мәтін беріледі. Stars want to save the world атты тақырыпта мәтін. Бұл мәтінді өте мұқият әрі түсінікті етіп оқып алыңыздар. Осы мәтінді түсінсеңіздер, алдағы уақытта жасайтын тапсырма сіздерге оңай болады. Мен мәтінді оқып уақыттарыңызды алмай-ақ қояйын, өздеріңіз мәтінді міндетті түрде оқып түсініп алыңыздар. Ал енді тапсырмаларға көшейік. Task. Complete the sentences using the words from the text. Write only one word. Бірінші сөйлем, яғни сөйлемді сіздер бір сөзбен толықтыру керексіздер. The celebrities and considered not only attractive and gifted but also generous. Екінші сөйлем. In Hollywood, some celebrities are worried about the world and the environment. Үшінші сөйлем. Some celebrities allow to print their photos in the magazines to make a donation. Бірінші сөз generous, екінші сөз environment, үшінші сөз donation. Және осы reading бөліміне байланысты тапсырма. Match the sentences from 4 to 6 with the halves from A to E to make true sentences. There are 2 extra options. Бұл жерде сіздер сөйлемдерді толықтыру керексіздер, яғни 4, 5, 6-да сіздерге сөйлемдер беріп тұр. Соны сәйкес келетін дұрыс мәтін бойынша дұрыс етіп сіздер сәйкестендіру керексіздер. Және бұл жерде 2 extra options деген артық 2 жауап бар. Ол 2 жауап қолданбайсыздар, яғни артық 2 жауап қалады. Бірінші, 4-ші сөйлемде тұрған 4-шісі Leonardo DiCaprio doesn't use private jets because B вариантында тұр. This person refused comforts to be environmental friendly. 5-ші сөйлем E варианты, 6-ші сөйлем A варианты. 4B, 5E, 6A. Осымен бізде reading бөліміне арналған тапсырма аяқталады. Reading бөліміне 6 балл беріледі. Келесі тапсырма бізде writing тапсырмасы. Choose one of the topics and write. Бұл жерде сіздер 2 тақырыптың бірін таңдап жазу керексіздер. Жазылым тапсырмасында 2 тақырыпты талдап көрейік. Topic 1. You are a charitable volunteer in your city and always give a hand to those who are in need. Clean the apartments of the disabled people, bring food to animal refuges to feed homeless animals, organize campaigns to raise money and collect toys and clothes for the local orphanages. Your new idea is to write a formal letter to the local mayor to ask him her for and
Any help he she can provide to help your charity organization. Include in your letter the following information. Яғни сіздер өзіңіздің тұратын мысалы ауданыңызда қайырымдылық қорға көмектесетін, қайырымдылық қорын жасайтын адамсыз. Және сіз өз сол тұратын қалаңыздан немесе ауданыңыздың әкімнен сұрайсыз. Көмек ретінде хат жазу керексіз. Сол хатты жазу керексіз бірінші тақырыпта. Ал екінші тақырыпта you're working in an organization that protects the environment in your country, cleans the streets, preserve national reservations, organize campaigns to raise money to preserve endangered animals. Your new idea is to write a formal letter to the local mayor to ask him/her for any help he/she can provide to help your organization. Яғни екінші тақырыпта дәл сондай қайырымдылық, бірақ ол жануарларға жасалынады. Көмек қажет ететін жануарларға жасалынады екінші тақырыпта, ал бірінші тақырыпта көмек қажет ететін адамдарға. Екі тақырыпта да сіз әкімге хат жазасыз. Ал бірінші тақырыпта адамдарға көмек көрсететін болса, екінші тақырыпта жануарларға. Мінеки оқушылар, бұл хатты мен бірінші және екінші тақырыпты байланыстыра отырып жазған болатынмын. Осы хатты екі вариантқа да жазсаңыздар жарайды. Екі вариантта да бұл дұрыс жауап болып есептелінеді. Өздеріңіз мұқият жазу балаларыңызды сұраймын, ешқандай қате жібермей, себебі райтинг бөліміне 6 балл беріледі. Келесі тапсырмаға көше берейін. Егер сіздерге райтинг бөлімі түсінікті болса, спикинг бөлімінде әдеттегідей карточкалар беріледі. Сол карточкаларға жауап айтасыздар. 1, 2, 3, 4 карточка және 5, 6, 7, 8 карточканы қазір көрсетемін. Мен бірінші карточкаға жауап бердім. Earth and our place in it. So what's the answer? Жауап берейік. Who do you think is more responsible for pollution? Individual people or the government? In my opinion, both government and people plays an important role in keeping our environment clean without any pollution. It is the government who should urge the people to keep the environment clean and take measures regarding it, while it is the people who should implement it in their life and make the earth a clean and tidy, easy place to live in. What do you as an individual to do prevent it? As an individual, I can do a lot of protect our environment. First and foremost, I don't litter my environment and always try to throw my garbage in a trash bin. Moreover, I reduced disposable plastic bags and instead I started using reusable bags to take groceries from the supermarket. This will reduce the quantity of garbage and will save our oceans and land from becoming dumping sites. If you could choose one alternative energy source to develop, which one would you choose and why? If I had to choose only one alternative energy source to develop, I would definitely choose solar energy. That is because solar energy is a renewable form of energy and does not cause any environmental pollution unlike fossil fuels. Moreover, sunlight can never get exhausted, so we can use them as much as we want. Жалпы осы бөлімге, спикинг бөліміне 6 балл беріледі. Сонда бізде 6 балл әр бөлімге берілетін болса, ТЖБ балы, total marks, максималды балл 24 балл. Барлықтарыңызға 24-тен 24 балл алу бұйырсын. Міндетті түрде арнама тіркеліп, өз достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Егер сіздерге сабақ пайдалы болса, пікір бөліміне өз ойыңызды білдіре кетіңіз. Сіздерге жауаптарды барлығын қайтадан бір рет көрсетіп шығып жатырмын. Тексеріп дұрыс жазыңыздар, мұқият жазыңыздар ма, тексеріп алуларыңызды сұраймын. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар оқушылар. Сіздермен бірге болған Енгл Туб арнасы.